шығарды. Осыдан 3 ай бұрын енді елге тарату үшін бізге біраз уақыт керек болды. Ол ең бірінші ғалымдарға сөз, сол кісілер бағасын беріп, орысша айтқанда рецензиясын жазып берсе деген ниетпен күттік. Сол күнге жеттік. 2022 жылы осы тәжік басталған. Енді мәресіне жетті деп, сіздердің алдарыңыздан өтіп, осы оңтүстіктегі барлық ағайындардың енді қазақ руға бөлінбейді, рудан құрылады деп айтып жүрміз. Соның дәлелі болсын деп, көшеде әр атадан жаман ерекше ағайындарды шақырған. Сол ең бірінші бүгінгі күннің тәртібін айтып кетейін. Бауыржан атамыз айтқандай, тәртіпке көнген қол болмайды деп. Ең бірінші бастамасы қазір ғалымдарға сөз береміз. Ол кісілер өздерінің авторларға ол кісілер өздерінің сөзін айтып, кітапқа баға берсе деген. Екінші бөлігі Құдай тамақ ата-бабаға арналған Құран бағыштап үлкендердің батасын алсақ деген. Енді көпшілікке өтініш, ағайындар, сіздерге өзім ағайындарым айтып отыр. Телефондар бәріңізде бар. Дауысын өшіріп қойсаңыздаршы. Содан кейін тұрып, суретке түсіріп жүрмей ақ қойыңыздар. Осы жерде міне орталықта арнайы Самат Мырзалиев шақырған. Осы кісі фотоды, видеоны түсіріп шығарып, содан кейін чаттарға жіберіп, ақсақалдарға өздерінің телефондарына аударып, осы бүгінгі болған іс-шараның съемкасын бәрін жіберемін. Фильм ретінде болады, и сурет ретінде болады. Сол енді қазір осы шараның бірінші жартысын конференция ретінде деп есептейік. Соны жүргізетін ең қарындасым Жан Сугербаева, тарих ғылымының кандидаты, доцент, сол кісі ағырын жүргізіп сөз беріп отыр. Сәлеметсіздер ме, құрметті ағайындар, туыстар, бауырлар, құрметті жиын қонақтары, құрметті жеке Астанадан, Түркістаннан келген ғалым әріптестеріміз. Бүгінгі іс-шара өте маңызды деп есептеймін. Өйткені қазақ тарихында қазақ шежіресі, ұлттық сана, тарихи және мәдени маңыздылығы өте қазіргі таңда сұранысқа ие болып жүр. Өйткені әр ру, әр тайпа өзінің тарихын білгісі келеді, ата-бабаларын білгісі келеді. Сондықтан бүгінгі іс-шарада біз ғалымдарды шақырып, тарихшыларды шақырып, шежірені зерттейтін адамдарды шақырып, осындай жиын өткізіп жатырмыз. Енді мынау қазақ тарих ұлттық болмысын, мәдениеті және этногенезін тануға мүмкіндік беретін негізгі ғылым саласы. Қазақ халқының тарихын зерттеуде жазбаша деректермен қатар ауызша, соның ішінде шежіре маңызды рөл атқарады. Шежіре тек генеалогиялық тізбек қана емес, сонымен бірге халықтың бір тұтастығын, ұлттық сананы және мәдени мұрасын сақтауды құралы. Қазбек Тәжиев пен Қайырбек Тәжиевтің «Сақтардан қайшылыққа дейін» атты ғылыми зерттеу еңбегінде қазақ шежіресінің тарихи маңызы, ұлы дала мәдениетінің әлемдік өркениетке қосқан үлесі және Сіргелі руы, сонымен бірге тармағы Қайшылы атасының тарихы ғылыми тұрғыдан қарастырылған. Қазіргі таңда жалпы қазақ шежіре ұлттың тарихи санасын қалыптастыруға бірегей рөл атқарған құбылыс. Көбісі айтады, шежірені білу керек, бірақ өкінішке орай қазіргі таңда мынау біздің жастар
ата бабасының ерлігі мен ұлттық болмысын тануға мүмкіндік беретін құрал. Академик Манаш Қозыбаев шежіре тарихымыздағы ата тарихы деп атаған. Ол әр адамның ата бабасының ерлігін, тексіздігін танытады. Және де шежіре ұлттық сананың негізі болып табылады деп айтқан. Ол жеке адамның ғана емес, бүкіл халықтың бір тұтастығын нығайтуға қызмет етеді. Шежіре қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымын реттеуде де маңызды рөл атқарған. Мысалы, 7 атаға дейін қан тазалығын сақтау, ру тайпалар арасында туыстық байланыстарын анықтау, қауымдық ынтымақтастықты нығайту шежіре арқылы жүзеге асады. Сондықтан бүгінгі кітаптың презентациясы сіздерге өте маңызды деректер береді деп ойлаймын. Өйткені шежіре ол тек қана ауызша дерек емес. Сонымен қатар шежірені зерттеген, сонау 18 ғасырдан бастап біздің тарихшыларымыз зерттеген, көбінесе көп өте кітап шығарған, бізде қазақ шежіресін бізге танытқан біздің атамыз Зайыр Садыбеков деген кісі болған. Сонымен қатар мынау кітап сол зерттеулердің негізінде жасалған. Сондықтан құрметті туыстар, кішкене сабырлық сақтайық, тыңдайық. Сіздердің алдарыңызда тарих ғылымдарының докторлары келіп отыр, кандидаттар келіп отыр. Олар өзінің пікірін айту үшін сіздердің алдарыңызға шығады. Сондықтан бірінші сөзді мен филология ғылымдарының кандидаты, әдебиеттанушы, фольклорист, тарихшы ғалым Тажиев Қазыбек Тоғызбайұлына беріп келеді. Тақырыбы Сіргелі руының ежелгі тамыры мен тарихи сабақтастығы. Регламент бізде 7-10 минут. Сондықтан тыңдап, жақсы мәліметтер алады деп мен сенімдемін. Рахмет. Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгінгі іс-шара негізінен 30 жылдық еңбектің қорытындысы ретінде айтылғалы отыр. Жалпы сіздердің қолдарыңызға тиген отырған кітап үлкен 6 тараудан тұрады. Алғашқы көлемді 3 тарауы сақтардан қайшыларға дейін деп аталып, бұл тарауда педагог, тарихшы, психолог Қайырбек Тәжібеков жазып шықты. Бұл зерттеу еңбегі жалпы 3 тараудан, ол тараулар әртүрлі тақырыптарға тағы 29 кіші тараушадан және түсіндірме сөздікпенен пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады, бөлімінен тұрады. Еңбекті жазу кезінде жалпы 300-ге жуық ғалымдардың зерттеулері, 200-ге жуық қосымша әдебиеттер және ежелгі орта ғасырдың кейінгі кезеңдерде өмір сүрген түркі халықтары, тарихы, мемлекеті, географиялық орны туралы жазылған ежелгі грек, парсы, араб, Қытай, көне Қытай жылнамалары мен жазбалары, сонымен қатар орыс пен европалық миссионерлер мен тарихшылардың, саяхатшылардың және түркі тілді халықтардың авторлары жазған 100-ге жуық көне қолжазбалар пайдаланып, бұлардан деректер келтіріліп отырды. Бұндағы негізгі мақсат 3 бөлімге бөлінді. Бірінші бөлімде көне дәуірдегі ұлы дала еліндегі ежелгі этникалық өрістер деген бөлімде жалпыда адамзат баласының дамуы туралы жазылған тарихтарды сөз болатын болса, екінші бөлімде Қаратау мен Қаржантау бөктеріндегі ежелгі тұрғындар деп аталынады. Ондағы мақсат Қаратаудың, Қазығұрттың және Тянь-Шань тауларының батыс бөктеріндегі адамзат баласының ерте дәуірде өмір сүргендігін дәлелдеу мақсатында жазылған зерттеулерге сипаттама беріп өтті. Солардың ішінде жалпы осы жерде өмір сүрген сақтар, ғұндар, одан кейін барып тұрғындармен қабаттасып өткен ұлы жүздері, қаңлылар, үйсіндер туралы сипаттама беріледі. Себебі біз сөзге шыққалы зерттеуге отырған Сіргелі тақырыбы осы халықтардың негізінен бір-бірімен өзара байланысудың нәтижесінде, көрші отыру нәтижесінде қалыптасып региониге айналған. Сондықтан да бірінші бөлімде осы
Сергейлі руының негіз болған рулар туралы сипаттама беріледі. Екінші тарап жалпы Сергейлердің негізгі тарауы қазақтың қабырғалы көне руларының бірі деген жермен аталып отырып, Сергейліні күні бүгінге шейін біз Ойсыл қырғыны оқиғасымен байланыстырып, Ойсыл қырғыны оқиғасының кейінгі шежіремізді ғана біліп, оған дейінгі тарихымызды ұмытқандығымыз туралы, және кейінгі тұсындағы Жәнібек ханның Сергейлі оқиғасына, Ойсыл оқиғасына ешқандай қатысы жоқтығы туралы ел арасында айтылып жүрген әңгімені жоққа шығару мақсатында жазылды. Үшінші тарау сағатта сіркілмеген қасиет, нағыз асыл қасиет деген бөлімде жалпы Сергейлі болып қалыптасқан 12 атаның сонау орта ғасырдан бастап күні кешеге дейінгі кеңес дәуіріне қосылғанға дейінгі тарихи сипатталып өтеді. Оны кітаптың ішінде толғайды. Соңында осы Сергейлерге еңбек еткен адамдардың қызметі туралы қысқаша шолу жасалып кетеді. Жалпы мен осы мінбені пайдалана отырып, бірінші Жұмағалиға Румия осы шықылып жүрген, екінші осы еңбек туралы өздерінің ой пікірін айтуға келген мынау ғалым әріптестеріме Мақсатқа, Жамбыл және Зәкірия менен Хазірет Әліге мен алғысымды айтып келеді. Сондықтан да мен бұл жерде кітапты өздеріңіз толық оқи жатарсыздар, бұл туралы айтпай қояйын. Келесі мен сөзімді қысқартып отырып тұрып, осы кітап туралы ой айтқан оқыған азаматтар айтса екен деген ниетпен сөзді айтқызып отырмын. Рахмет. Сөзді біз сонау Астанадан келген қонағымыз бар. Тарих ғылымдарының доктор профессор Алпысбек Мақсат Алпысбекұлы. Бұл кісі мына кітап туралы өз рецензиясын берген, сөз сізге. Ассалаумағалейкум, қадірлі қауым. Құрметті осы бүгінгі үлкен кітап таныстырылымы жиынына келіп отырған азаматтар, ағаларымыз, әпкелеріміз, үлкен ақсақалдар осы жерге келіп отыр. Бұл өте маңызды шара деп білемін. Сергейлі қайшылы тарихы мен шежіресі кітабы тұсаукесері 700 беттен астам үлкен ішінде шежірелер жинақталған еңбек. Шежіре туралы қысқаша маңызды пікірлерімді осы жерге ортаға салайын. Қазақ халқы өзге халықтардың бір ерекшелігі осындай ұлан ғайыр кең далада жылқы өсіріп, көшіп қонып, қалалы өңірлерде қалаларын гүлдендіріп, далалы өңірлерде төрт түлік малын өсіріп, содан кейін жібек жолы сауда, үлкен әлемдік сауда жолы бойында әлемдік сауданың қамтамасыз етіп отырған кезінде біздің ата-бабаларымыз түркілер дәуірі, одан ерте дәуірлерде осы жерде қаншама қауымдар болды. Сол қауымдардың барлығын тарихы көбінесе сонда ескі сөздер арқылы сақталып хатталған. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы сынды қазақ тарихшысы айтқан: құлағының тесігі бар, кеудесінің есігі бар, ұқпа-құлақ жандар болған қазақтың қариялары. Сондай шежірелі ақсақалдардың, қариялардың айтуыменен ескі заманның тарихтары осы күнге дейін жеткен деген. Міне Сергейлі бұл үлкен ата, сыр бойында мекендеп отырған негізгі қазақ қауымдарын айтап өтетін болсақ, 6 арыс ел бұл жерде бар деп айтуға болады. Қоңырат, Чанышқылы, Сіркелі, Дулат. Одан кейін осы кітаптың ішінде беріліп отырған
сол 19 ғасырдағы Ресей империясының ауылды елді мекендердің санақтарының деректері жақсы келтірілген. Бұл кезінде бұл жерде Арғын, Найман, Қыпшақ, қазақтың жалпы көптеген аталары Алшында мекендеген олардың ауылдары бар. Қазақ халқы айтады, төресіз жер болмайды, төбесіз жер болмайды, төресіз ел болмайды дейді. Сол қазақ халқының Құнанбай қажылыққа барғанда айтқан сөзі: арқар ұранды төреміз бар, тірілерге билік жүргізетін, өлілерімізге Құран бағыштайтын Алла ұранды қожаларымыз бар деген. Сол осы қалың елдің ортасында қожа ауылдарда, төре ауылдарда болған. Соны қарап отыратын болса, қазақ халқы осындай қауымдардан құралған, біз жан-жақты ел болғанбыз. Біреулер айтады, мына шежіре шығарған кезде ертеңгі күні рулар аталарын қуып жік-жік болып кетпей ме дейді. Жоқ, жік болмайды. Өйткені қазақ халқының ата-бабалары, ақсақалдар мен қариялар шежірелерді жазып, шежірелерді баяндаған кезде ол біздің қазақ халқы рушылдыққа беріліп, бөлініп, жіктелу үшін жазған жоқ. Ол өз ата-бабаларының ата-тектерінің тарихын білсін деп жазды. Шежіре деген сөздің мәнінде бірнеше мағына бар. Біріншісі ата-тек. Өзі атаға байланысты қазақта 3 мағыналы сөз бар. Ата мекен, ата жұрт, ата шежіре деген ұғым бар. Ең қасиетті ол қазақтың тілі, оны біз ана тілі дейміз. Ал енді осы ата шежірелер болмаса, біз онда ата қоныстарымызды, ата-бабаларымыздың мекендеген үлкен аймақты жерлерін, қорымдарын, қандай жерде қандай атадан шыққан әулиелер жатқандығын біз білмейтін едік. Сондықтан шежіре ол қазақ халқы үшін әрқашан құнды, маңызды тарихтың өзі болған, ұлттық тарихтың өзі. Сол шежіре арқылы міне кезінде біздің қазақ халқының ұлттық тарихын жазған, зерттеген ежелгі дәуірдегі қазақ тайпалары деген және қазақ хандығы деген еңбек жазған Әлкей Марғұлан сияқты ғұлама, сол кісі өз еңбегінде атап өткен анау ертеде болған сақ заманынан, сақ ғұн, түркі қағанаттары, түркеш қарлұқ, қараханиттер кезеңінде, одан кейін Шыңғыс Қағанның құрған Ұлық ұлыс мемлекеті Жошы ұлысында, Шағатай ұлысында сайып келген артынан қазақ одағы құрылып, қазақ хандығы мемлекетін 4 ғасырға жалғасқан. Соның барлығы осы қазақ қауымдарының құрған үлкен саяси жүйелері деп көрсетілген. Міне қазір біз ес жинап, елімізді нығайту жолында академиялық 7 томдық тарих басылымы дайындалып жатқан уақытта, сол өткен замандағы болған мемлекеттер ол бір жерден пайда болып, бір жаққа жоқ болып кеткен елдер емес. Олардың барлығын құрамында сол кешегі осы сіркелі аталары, Шанышқылы, Қаңлы, Қоңырат, Арғын, Найман, Қыпшақ, Алшын деген қазақтың іргелі қауымдарының барлық аталары сол заманда сол мемлекеттің іргелі негізін құрып отырған. Сондықтан бүгін таныстырылып отырған кітаптың Сақтан деп басылатыны бекер емес. Себебі сол Сақа Скип деген дәуірдің, сол кезде біздің ата-бабаларымыздың Сақа деген сол кезде болған ұлт атымыздың осы күнге дейін біздің бауырларымыз түркілердің ішінде сақтап отырған әлі халық бар. Ол анау Сақа Якутиядағы сақалар сол атты әлі күнге дейін сақтап келеді. Сол Сақа Якутия жерінде Сіргелі деген жер аты бар, көше аты бар. Солардың ішінде Сіргеліге байланысты аңыздар бар. Мына кітапта бір құнды жері көптеген шежірелік аңыздар келтірілген. Енді аңыздар деген нәрсеге бізде кейбір тарихшы ғалымдар айтады, бұған аңызға сенуге болмайды деген сияқты. Біреулер сенуге болады дейді. Оны мен сіздерге осы шежіре зерттейтін маман ретінде айтайын.
осы Радлов сияқты, кешегі қазақ эпосын зерттеген Орлов сияқты, Жирнунский, Мелитинский деген сияқты үлкен ғұламалар олар айтқан. Түркі жырларында, аңыз афсаналарында айтылған тарихи оқиғалардың ешқайсысы қиялдан шығарылған өтірікке жатпайды. Ондағы ертегі батырлар да, тұлғалар да өз заманда өмір сүрген, шын тарихта болған, олардың әрекеттерін халық ғасырлар бойы өзінің жадысы мен санасында сақтаған тарихтың өзі деп көрсеткен. Сондықтан біз сол нәрсеге күмәнданудың ешқандай негізі жоқ. Міне кеше осы Ташкент қаласы төңірегінде өмір сүрген, қазақ шежіресі кітабын хаттаған Зайыр Садыбеков сияқты қазақ ақсақалы кешегі сол шәкәрім, Мәшһүр Жүсіп, Нұржан Наушабай сынды қазақ шежірешілерінің дәстүрін сақтаған сондай соңғы ақсақал қариялардың бірі болған еді. Мына кітаптың негізінде сол Зайыр Садыбековтің кезінде үлкен қариялардың, ақсақалдардың айтып кеткен, жазып кеткен шежірелерін араб жазуымен жазылған, хатталған. Біздің Алматыда ғылыми орталық ғылыми кітапханада бірталай шежіре нұсқалары қолжазба күйінде сақталған. Солардың барлығы осы кітаптың мазмұнына кіріп отыр. Сондықтан қорыта айтқан кезде бұл кітап еріккеннің еңбегі емес, ізденіп, жан-жақты ақпараттарды талдап, сол кітаптың мазмұнына оны бір ғылыми дәйекті негізбенен қосып отырған еңбек деп бағалауымыз керек. Әрине жаңағы Жәнібек ханның тұсындағы болған әйгілі оқиға ол бірнеше нұсқаларынан хатталған. Әртүрлі ақсақалдардың айтуындағы үлгілерден көрсетілген. Біздің тарихшы әріптес қазір мына жас буын ғалымдар осыған арнап бір ғылыми мақалада жариялады. Оның бір түбірін кешегі ертедегі түрк қағанаты дәуіріндегі қыпшақтардың сиратына да байланыстырып жатқан жерлері бар. Оның негізі де бар деп тануымыз керек. Сыр, дария, өзеннің аты сол сир қыпшақтарының аттарымен байланысты емес пе дегенде жорамал болуы мүмкін. Енді қысқасын айтқанда, егер ата шежірелер болмаса, біз біріншіден ата тегімізді танымайтын едік. Екіншіден біздің ата қоныстарымызды білмейтін едік. Үшіншіден біздің елді мекендердің аттарын не себеп пайда болғанын білмейтін едік. Және осы қазақ халқының әрбір ру тайпа ішіндегі болған атақты адам тұлғалары, бұлар батырлар, билер, бишешендер, абыздар, қариялар, ақсақалдар, қысқасын айтқанда біздің ұлттық тарихи болмысымызды қалыптастырған сондай ірі тұлғалардың тарихын өскелең ұрпақ білмейтін еді. Қазір уақытта шежірені бұрынғыдай қариялардың ауызша түзіп айтып беретін дәстүрлері тоқтап қалған кезге келіп отырмыз. Қазір ондай қариялардың соңы таусылып бітті десек те болады. Бірақ олардың жазып қалдырып кеткен араб қарпіменен бір дәптерлерге, бір жинақтарға мынау ертеңгі күні ұрпақтарымыз ұмытып қалмасын деген ниетпенен жазған шежірелерді бүгін осылай жинақтап алып бір кітап қылып шығарып, мына ертеңгі күні дүниеге келетін балалардың қолына ұстатып кету, ол мына осы сіздер мен біздердің бүгінгі күнгі ұрпақтың міндеті әрі парыз деп білемін. Сондықтан осыны жарыққа шығарып отырған азаматтарға үлкен алғысымызды айтып, сіздерге осы ата бабалардың аруағы әрқашан қолдасын деген тілегімді білдіргім келеді. Рахмет. Рахмет. Құрметті Мақсат Алтынбекұлы. Осы топты басқарған мен тарих ғылымдарының докторы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Тұрсын Хазретели Маханұлы бергім келеді сөзді. Құрметті мынау Сергейлі рухани орталығының шам залына жиналған қауым. Өлі риза болмай, тірі байыз таппайды деген қазақтың сөзі бар. Дәл осы ұстанымды басшылыққа алған Жұмағали Дәулетбекұлы бауырымыз осындай үлкен ас беріп, осындай кітапқа демеушілік жасап жатыр екен. Жұмеке ниетіңіз
берген қайыр садақаңыз қабыл бола берсін дейміз. Құрметті қауым, мынау уақыттың тығыздығына байланысты мен осы кітапқа байланысты берген ғылыми талдама пікірлерім қазір сіздердің қолдарыңызға ұсынылатын жинақта енгізілген. Мен оны қайталамай осы кітаптың маңыздылығы жөнінде бір-екі ауыз әңгіме айтайын. Мына 93 жылға дейін деп айтайын, бізде шежіре жазу көбіне ауылдың көнегөз қариялары, көне зиялылардың үлесі болып келді. Олар елдің ішіндегі жинаған терген деректерін кітап етіп жарыққа шығарып сөйтіп жатты. Ал енді 93 жыл, неге 93 жыл деп атадым? Өйткені 93 жылы біз тәуелсіздік алдық, әлі идеологиямыз қалыптаса қоймаған кез. Осындай кезде Нұрсұлтан Әбішұлы өзінің кабинетіне Манаш Қозыбаев бастаған 7 тарихшыны жинап алды. Қалай ел боламыз, қандай ел боламыз деген мәселе қойылды. Сонда 7 тарихшы әрқайсысы өз ойларын, пікірлерін айтқан. Сол кезде Назарбаев көмекшісін шақырып алып, міне, мынау тарихшыларды мына бөлмеге қамап қой. Не ішем, не жейін дейді, бәрін жаса. Маған тарихты қалай дамытамыз, соның мемлекеттік тұжырымдамасын жасап берсін деген тапсырма береді. Сонда сол жиынның ішінде болған Талас ағамның айтқан сөзі бар еді. Біз 4 сағат бойы отырдық дейді 7 тарихшы. Сөйтіп ұлттық тарихи сана қалыптастырудың мемлекеттік тұжырымдамасы деген құжатты дайындап бердік дейді. Бұл құжат жаңағы мемлекет басшысына, елбасымызға үлкен қолдау болды. Содан ары қарай біздің тарих ғылымы дамыды. Міне осы тарих ғылымының дамуының барысында қазақтың дәстүрлі дерегі шежіреге ғылыми тұрғыда зерттеу басталды. Енді осы жерде айтып беретін бір нәрсе, сондай дүмпудің әсерінен Алматыда теңгенің авторларының бірі Хайрулла Қабжалел бағамыз бастаған Алаш тарихи зерттеу орталығы құрылды. Осы тарихи зерттеу орталығының программасы өте зор еді. Қазақ 300-ден құралады, 54 тайпадан құралады. Осы 54 тайпаның түгелдей ғылыми тарихы мен шежіресін жазу үшін мақсаты алдына қойылды. Осы кезде Тамалардың 3 томдығы, Арғынның 3 томдығы, Найманның 3 томдығы, Дулаттың 3 томдығы, осындай кітаптар шетінен жарияланып жатты. Бұл өте жақсы нәрсе еді. Ал соның ішінде басқа ру тайпалар көпшілігі қамтылмай қалды. Алаш орталығы жұмысын тоқтатып қойды. Енді мынау менің айтайын деп отырғаным, бүгін қолымызға тиіп отырған Сіргелі Қайшылы тарих менен шежіресі. Міне осы кітап, бұл жерде 12 ата Сіргелінің ішінде бір Қайшылының өзін түгел осы күнге дейін алып шыққан мынау үлкен іргелі кітап. Сіргелі жайлы іргелі кітап деп мен жаңағы рецензиямды солай деп айтып едім. Міне осы кітап тұтасыменен алғанда мынау Қайшылының ғана емес, Сіргелі тайпасының да жаңағы көне заманнан берген тарихын қамтып, толық іргелендірген еңбек. Сондықтан да бұл кітаптың ең басты маңыздылығы жалғыз Қайшыл менен бір атасын ғана емес, 12 атаны түгел тұтастай Сіргелі тайпасының қазақ түрік этносының қалыптасуындағы, дамуындағы орны мен рөлін айқындайтын үлкен ғылыми, теориялық және методологиялық еңбек деп бағалаймын. Бұл еңбектің ең басты нәрсесі. Енді осы еңбектің авторы Қазыбек Тәжиевті мен жақсы білемін. Біз осы жерде пединститутта бірге оқыдық. Енді өзіменен жиі әңгімелесіп отырамын. Мына кітапты 30 жыл еңбегімнің жемісі дейді. 30 жыл еңбек. Осы жерде салыстырма үшін айтып кетейік. Мысалы, Тоғырат тарихы менен шежіресі деген кітап жаздық біз. 6 ғалым жаздық. 6 ғалым
2 жыл бейнеттен жаздық. Ал Қазбек бауыры екеуі 30 жыл бойы тірнектеп жинаған еңбекті мінекей сіздердің алдарыңызға тұжырымдап ұсынып отырған жағдайы бар. Енді кітап болғаннан кейін ол кітаптың ерекшелігі қандай, жаңалығы қандай деген мәселелерге назар аударуымыз керек. Міне, бұл кітаптың ең басты ерекшелігі басынан аяғына дейін мынау тарихи деректерменен шежірелік аңыз әңгімелерді бір-бірімен салыстыра отырып арасынан ортақ тұжырым шығарып отыр. Міне осының ішінде Сергелдің, соның ішінде Қайшылдың қаншама тарихи тұлғаланған. Бұл өте үлкен жетістік деп есептеймін. Соның ішінде мен жаңағы қазақ тайпаларының шежірелерімен көп қарап отырамын. Соның ішінде бағана айтқан 3 томдық кітаптардың ешқайсысында жоқ. Сергелдіге қатысты 21 түрлі нұсқаны салыстыра отырып, оны негіздей отырып, ағымға қарастыра ортақ ғылыми тұжырым жасай алған. Бұндай 21 деректі ғылыми айналымға қосу мен жаңағы айтып отырған үлкен тайпалардың 3 томдық кітаптарында да кездеспейтін дүние. Бұл деген кітап авторларының осы мәселеге ғылыми тұрғыда қараған сол көзқарасы ұстанымы деп есептеймін. Енді құрметті қауым, мына уақыттың тығыздығына байланысты мен сөзімді қысқартқым келеді. Енді сөздің қорытындысы ретінде айтатын мәселе, бұл кітап Сергелі тайпасы, соның ішінде Қайшылы руының қазақ тарихындағы орны менен рөлі, қазақтың басынан өткен небір қуанышты сәттері, жұлдызды сәттері, небір қайғылы қасіретті сәттері, осылардағы өз халқыменен бірге көрген азабы менен шеккен жаңағы биліктің тарапынан шеккен сүргіні осылардың барлығын айықтап берген үлкен дүние. Бұл дүние мынау тек сіздерге, сергелілерге, қайшылыларға ғана, бүкіл ұрпаққа ғана емес. Бұл бүкіл қазақ халқына, әрі кеткенде түркі халықтарының көне тарихын жандандыруға қосылған үлкен үлес деп есептеймін. Назарларыңызға көп рахмет. Енді Сергелін тану мәселесі бойынша аға жақсы сөздер айтты. Ендігі сөзді тарихтардың кандидат доцент Зікірия Жандарбек Заманханұлына беріп келеді. Бір рудың тарихының жалпы түркінің көне тарихымен сабақтастығы ашатын кітап ақындары. Сергелдің тарихын қазақтың бүкіл әйтпесе түркінің тарихымен байланысты. Мысалы көне дәуірден сақ ғұндардан бастап тәжірибе етілген жаңалық. Ең қызығы соның бәрінің осы жаңағы желіні ұстай отырып, әзірге дейін өзі бұл жолда өтелген еңбектің жасалғанын көруімізге болады. Әрине бұл жердегі мен біраз нәрселердің бәрін басына тоқталып ең бастысы негізінен басты мәселелерге тоқталып келіп отыр. Ол не мәселе? Ең бастысы жаңағы өздеріңіз білесіздер, Ойсылдың 30-ның, Жәнібек ханның Ойсылдың 30-ның өлтіргені, одан кейін былайша айтқанда Манаттың бөлініп кетіп, содан әйтеуір аға болып, содан Сергелдің тараған туралы айтылатын әңгіме. Ал енді осы неге осылай болды деген сөздің түбінде не жатыр?
шындығына келгенде ұлы жүз деген атты алып берген осы ойсыздың отыз ұлы. Неге оны олай деді? Неге ұлы жүз деді деген сұрақтарға біз қысқа ғана жауап беріп кетсек деймін. Себебі мына ол кезде мемлекеттік идеология жошылысында яссауи жолы мемлекеттік идеология болып қалыптасқан кезде халықты негізінен үшке бөлді. Ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз. Ұлы жүзге бірлік қылған кім береді? Пайғамбар әулеті. Ұлы жүзге сонымен ұлы жүзбен қоса хандар әулетімен бір болған кім еді? Былайша айтқанда пайғамбар әулеті болды. Міне сондықтан бұлар ұлы жүз дейді. Ал енді қарағанды билеушілер әулетінің әулеті бір болған халық орта жүз атанды. Оғыз хандардың ұрпақтары билеуші болған әулет кіші жүз атанды. Міне осы 300-дің осылай қалыптасуы да үлкен мән бар. Себебі мына сіздер ойлайсыздар, ұлы жүзді аяқ барып қойға сал деген сөздің мәні бір енді кемсіткен сияқты деп ойлайсыздар. Бірақ шынында олай емес. Ханның қорғаушысы да, ханның қолдаушысы да, ханның бүкіл шаруашылығы басқасын басқа. Енді барлығы кімнің қолында болды? Осы ұлы жүздің айтпаса ойсыздың балаларының қолында болды. Ең бастысы бұл жердегі мәселе. Жәнібек ханның, Жәнібектің, ойсыздың өлтірудің астарында не жатыр? Өзін былайша айтқанда өзге діни идеологиялық бүкіл былайша айтқанда неден қорғап тұрған, кері ықпалдан қорғап тұрған халықтан құтылмайынша олар өзінің жаңа саясатын жүргізу мүмкін емес екенін сезінді. Міне сондықтан осыны қалай да құтылуға әрекет жасады. Сонымен бірге бүкіл былайша айтқанда билер мемлекеттің басқару жүйесін негізі солар ие болды. Олар не қылды? Олар міндетті түрде қазіргі біздің қалыптасқан ру, тайпа, жүз солардың барлығын былайша айтқанда теңдігін қалыптастырды. Ең бастысы біздің ру тайпалар мемлекеттің іргетасын, керегесін құрады. Оның рухани жетекшілері несін құрады? Уғын. Ал енді шаңырақ саяси дейді. Ал енді осы мәселені біздің тарихшылар өкінішке орай білмейді. Қазіргі қазақтың кезеңінің жобасы қазақтың мемлекетінің символы еді. Енді өсімге дейін білесіздер, шаңырақта теппейді. Шаңырақты былайша айтқанда бастайды, шаңырақты аяқтың астына тастамайды. Оның себебі біздің мемлекетіміздің негізгі символы не еді? Осы шаңырақ болатын. Міне соны қорғаған осы ойсыздың 30 жыл еді. Міне сол кезде Жәнібек хан өзінің саяси билікке жету үшін, абсолютті билікке жету үшін, мемлекеттің жүйесін өзгерту үшін, яғни ойсыздың 30 жылын құрбандыққа шалды. Міне содан бастап Алтын Орданың ішінде біліп көрді, оның соңы Алтын Орда мемлекеттің күйреуімен аяқталды. Сіздер былайша айтқанда түркінің сіргелі тайпасы, түркінің рухани бірлігі мен билігі үшін күрестің алғашқы былайша айтқанда құрбандары едіңіздер. Міне осы тарихты біз өкінішке орай білмейміз. Мысалы қазақ айтады, жете атасы білмеген жетесі дейді. Оның себебі не? Біздің ру тайпамыздың беріктігі. Оның былайша айтқанда мемлекеттің құрылымдық жүйесінің беріктігімізден біз алдымызға жан салған емеспіз. Біз тек қана заңға бағылған халық едік. Өкінішке орай сол заңды ұмытып, кейіннен былайша айтқанда сол неге сол билеушілердің еркіне бағынып кетуге мәжбүр болды. Ең соңы былайша айтқанда яссауи жолының соңғы кегі болған қазақ хандығында Тәуке ханның 7 жарғыны қабылдауымен тарихтан кетті. Міне осы мәселелердің барлығының есінде бүкіл былайша айтқанда кітаптың жүйесінде осы мәселе бар. Мына Өзбек ханның кезіндегі халықтардың этникалық жіктелуі, қалмақ жоңғар соғысының себептері, батырлар институтының былайша айтқанда қалыптасуы, неге батырлар институтында шықты? Себебі былайша айтқанда таққа таласқан, баққа таласқан сұлтандар өздері ырықтасып, мемлекеттің, халықтың тұтастығын емес, әрқайсысы өзінің жеке билігі үшін қызмет етті. Міне сол кезде халықтар арасынан шығып, кімдер қызмет етті? Батырлар халықты ұйыстырып, жауға қарсы қоя білді. Бұл олардың несі?
былайша айтқанда азаматтық позициясы. Сол позицияның барлығын былайша қалай болды, соның барлығын Қазыбек осы кітабында жазған. Мен шындығына келгенде бұл кітапты айтар едім. Өте көп дерек бар. Өте көп дерек бар. Бұл кітап бір диссертация емес. 5-6 ондаған диссертацияға не болады? Материал бар, жем болады. Соны былайша айтқанда қамтамасыз ететін деректер бар. Бірақ оны оқып, шыдап, былайша айтқанда талдайтын күш қуат керек. Сондықтан да мен айтар едім Қазыбекке, Қазыбек, інім, сен әр кезде осы бағытыңды ары қарай жалғастыра алатын болсаң, не болады? Бұл мәселені ары қарай тереңдетіп, алып кете беруге болады. Әрине, кітаптың кемшілік жері де жоқ емес. Мен оның былайша айтқанда неде айтып көрсеттім. Бірақ мына кітапта жинақталған материалдар өте құнды, өте сенімді. Онда батыстың да, шығыстың да, былайша айтқанда деректері молынан пайдаланылады. Біздің былайша айтқанда тарихымыздың бұрмалануының астарындағы мәселелердің барлығы осы кітапта көрсетілген. Рахмет. Негізі оңтүстіктің тарихшылары, шежірешілері келіп отыр, Астанадан докторлар келіп отыр. Күнделікті көрмейсіздер бұл кісілерді. Бұл кісілер осы кітапқа өз пікірін жазды, сіздердің алдарыңызда салдық соны. Ал енді сөзді мен Жұмағали ағамызға бергім келеді. Ары қарай мынау жиынды жалғастырамыз. Айттым, әулеттің атынан екінің қарындастарым осы ас беріп отырмыз. Қабыл алыңыздар. Енді ішкенде ыңғайсыз болдық, конференция өткізуге бөліп, бірақ жағдайға қарайды ғой адам. Поэтому айып етпеңіздер. Ең бірінші осы кітапты жазғанда 9 адамнан редколлегия құрғанбыз. Жаңа айтып кеттім, 4 жылдай материал жинап, әйтеуір бұйырғаны осы мамыр айында бітіріп, Алматыдан шығардық. Сол еңбегін бағалай отыра, осы жерде бір екі кісіге марапат жасап жіберейін, содан кейін сөзді Құранға береміз. Ең бірінші редколлегияның төрағасы Бектай Шеденов, Қазығұрт ауданының құрметті азаматы, белгілі журналист. Сол кісіні марапаттайық. Қазығұрт алтын қазығы төс белгісімен Бектай Шеденов марапатталады. Киелі Қазығұрт деген қорғаған, бұл алтын қазық деген белгіні осы бұрынғы облыс әкімінен бастап бірталай адамдар Қонысбеков Байділі, Мархабат Байғұр, жаңағы осы Миразова деген герой Алматы облысынан Тұрғырай Бекет, енді бәрін тізіп айтамайды. Менде де бір жылы Шәрбек екеуміз марапатты алып. Ендігі марапат Қазығұрт алтын қазығы төс белгісімен Қазыбек Тоғызбайұлы Тажиев марапаты алды. Енді кітап қазір қолдарыңызға тиеді. Енді бәрін емес, бірақ айтсам. Тағы екінші автор бар, оны да осы жерге шақырайын. Қайырбек Тажиев.
Тажиев Қайырбек Тоғызбайұлы алғыс хатпен марапатталып, мен осы қайшылардың Ақшабдар қайырымдылық қорының президентім, директорымыз осы жерде отыр, Медетов Жұмағұл. Осы қордың атынан осындай алғыс хат інімізге берейін. Өркеніңіз. Енді кітапты тарату астың үстінде болсын, уақыт біраз тығыз болды. Поэтому ендігі сөзді асты жүргізу үшін осы жерде Мауленов Ғалымжан деген інімді шақырып, сол кісі жүргізіп, ас барысында ру басыларына тапсырып, келгені бар, келмегені бар, солардың бәрін кітаптарды дайындап қойдық. Ағайындар біразын алған 1000 дана болып шыққан кітап. Енді осы қазір орталарыңызда тапсырып шығамын өзім. Ассалаумағалейкум, қадірменді ағайын. Көптен көріспеген мынау бір-бірімізге деген ықылас пейілді, ниетті, бүгін мінекей үлкен әдемі сәтпенен сонау қазақтың ауызбен ауызға жетіп келе жатқан, бұрыннан келе жатқан, тартып келе жатқан, түбімен тегіңді танытуға сеп болып келе жатқан шежіре кітабымыздың тұсаукесеріне мынау 12 Сергелдің қайшыл тармағының бас қосып, соны ғылыми негіздеп жатқан мынау ғалым ағаларымызға, әпкелерімізге үлкен алғыс айта отырып, кез келген астың өзінің құшыры болады дейді ағайын. Бата қазақтың енді қобалжып тұрмын ғой, өздеріңіз түсінесіздер. Ең бірінші осы кітабымыздың тұсауын кесуге осы жерге 3-4 ақсақалды шақырайын деп едім. Ең бірінші Түркістан облысының құрметті азаматы Орынбай Рахман Ергеев көкем. Құрмет орденінің, Парасат орденінің, Барыс орденінің иегері, енді марапаттарын тізіп айтуға кішкене қиындау. Экс-сенатор, бір емес екі рет, осы Шымкент қаласының ақсақалдар алқасының төрағасы. Екінші, Досыбай Шеренқұлов ағамыз, Шымкент қаласының, Түркістан облысының құрметті азаматы, құрмет Парасат орденінің иегері. Үшінші, осы дастархан басында отырған ақсақалымыз Тұрысбеков Сексенбай көкем, Шымкент қаласының, Түркістан облысының құрметті азаматы, құрмет орденінің иегері. Төртінші болып Дархан Қаюпов деген ағамыз, Шымкент қаласының құрметті азаматы, құрмет орденінің иегері. Осы транспорт саласында талай жыл қызмет жасаған. Бірінші үш көкем әкеммен үзеңгілес болған. Дархан көкем Қайырғалимен біз әйтеуір қалада қызмет жасадық. Міне жаққа өтсеңіздер көкем. Міне тамам сөйлетке түсінді. Енді біздің қайшының атына бір кісіні жіберейін, енді айып етпеңіздер. Ол кісі Абдуманап Байдуллаев, Мырзашелдің геройы деп айтамыз. Жетісай ауданының құрметті азамат, Парасат орденінің иегері, біздің алға тұтар ақсақалдарымыздың бірі. Қадірлі ағайын, бүгін бір керемет дастарханның төңірегінде отырмыз. Жеті адамды білмеген не дейді?
жетегі жоқ. Ол енді шындығында да мына бүгінгі жасалынып жатқан тірлік, бұл енді біреуге күштілік жасалу болмаса біреуге жаңағыдай өзінің несін көрсету емес, өзі аталарының кім болғанын, қайдан шыққанын соны білу үшін. Бізде өзі қазақта ғана бар ғой бұндай нәрсе. Бұл 7 атаға дейін үйленбеу керек, қанды бұзбау керек. Қан деген ол енді адамның өмір бақи денесінде жүретін нәрсе. Сондықтан ол енді қанды бұзса денсаулықта болмайды, оның басқа жағдайда болмайды деген мәселеменен жасалынған нәрсе. Болмаса біреуге үстемдік жасаймыз, болмаса жиылып алып басқа атаны жаулап аламыз деген мәселе емес. Сондықтан осы мінекей Жұмекеңерге рахмет айналайын. Осының барлығын ұйымдастырып, бірінші рет мінекей Сергей Қайшылының энциклопедия шежіресін шығарып отыр. Болған дейін шықпаған. Шындығында да бізде өзі көп шежірешілер болды ғой. Оның ішінде әркім әртүрлі жазды. Бірақ мынау өзімнің Қайшылы жөнінде бүгін енді бір өте керемет ғалым кісілер де жақсы айтты. Оларға да рахмет. Біз білетініміз қалай еді? Анау Сергейдің 30 жылы бар, Ойсылдың 30 жылы бар екен. Соның біреуі жаңағыдай бір ханның қызыменен жүріп қойып, екі қабат қылып қояды. Содан барады, аза болған хан барлық Сергейлердің барлығы хам дейді ғой. Сөйтіп 30 жылын қырып жібереді. Әйелдерін қырып жібереді. Әйелдің ішіндегі баланы да жаңағыдай сондайға жеткізеді. Соның ішінде бірнеше кісі тірі қалған Қайшылық деген легенда ол. Ханның әйелінің тігіншісі. Солай дегенде әңгіме бар, сөз бар. Сол тігіншіні аман алып қалған жаңағы ханның әйелі екен. Болмаса оны да өлтіріп жібермекші. Сөйтіп барып, Қайшылық деген сөз содан шыққан екен дейді. Енді ол рас өтірік кім біледі, әйтеуір сондай халықтың арасында. Сондықтан бұл Қайшылық деген бірақ өте жаңағыдай қасиетті, өте үлкен ата. Бұл енді бұл атадан көптеген кісілер шыққан. Кейінгі уақыттың өзінде, мысалы үшін, осы мына облыстық партия комитетінде мен 73 жылы нұсқаушы болып кірдім, инструктор болып. Сонда орғател деген отдел болады, ұйымдастыру отделі. Барлық кадр мәселелерін солар таңдайтын. Кадр мәселелерін қоятын, кадр мәселелерін алатын. Ол енді партияның ең бір еседі ғой ол. Сонда мына Білісбек Дәулерге орынбасар, сол орғателдің орынбасар болып қызмет жасады. Бұл кісінің енді айта берсе көп сөз ғой, конечно, бірақ өте бір керемет, адами қасиеттілігі мол, парасатты, кішіпейіл, бір адамға сен деп сөйлемейтін кісі. Бір адамның ақысын жемейтін, адал, әділ кісі болады. Мен ол кісі 90 асып кетіреді ғой қазір, біз пәлен жыл, бізден жас үлкен кісі ғой. Айтса ақылын айтады, қамқорлық жасайды. Осы бала өсерді көбірек жүріп қалды ғой, бір жаққа жіберейікші деген мәселелерді көтеретін кісі. Мына Досекең қарамағында істедік екеуміз. Сондай кісі айналайын Дәулетең, жатқан жері және топырағы торқа болсын ол кісі. Жаңағыдай жаны жәннатта болсын. Ол кісінің әруағы пейіші шалсын деген тілек білдіреміз айналайын. Бүгінгі ниеттерін қабыл болсын біреуге. Қабыл болсын бүгінгі ниеттерін жаңағыдай әйтеуір дастарханның үстіндегі желінетін тамақ, дәм, оқыған Құран, солардың барлығының сауабы ағамызға тие берсін, біздің тілегіміз. Сондықтан енді бұдан былай қарай Қайшылықтың кім екенін білеміз. Кегеннен шақырды. Сондықтан айналайын, ынтымағымыз болсын, ауызбіршілігіміз болсын. Ауызбіршілік болып, барлығымыз осы әйтеуір Қазақстанымызды алға жылжытып үлкен дүние жүзіндегі мемлекеттің алдын қатарлы мемлекет жасай берейік айналайын.
біздің ұрпақтар сонда өссін, өнсін, әр уақытта жақсылықта бас қосып тұруға Алла нәсіп етсін деген тілек білдіреміз. Рахмет. Әмин, айтқаныңыз бәрекелді. Көп рахмет. Енді Бисмилля деп жақсылап. жету үшін сауын кесу керек қой, сүрінбей жетсін кітабымыз. Ойшылдың 30 жылының әдейі арнайы атының тартпасын қиып тастаған ханымды емес, дәл мына үлкен кейінгі ұрпаққа жететұғын тәмсілдің тұсауы кесіліп жатыр ағайындар. Оған да бір сүйініп қояйық. Қалсын, бұл кітаптар бізге қалады. Мысалын кесіп еді осындай кісілерде азаматтар. Әкеммен бірге қызметтесіп едіңіздер, інісі болып жүріп едіңіздер. Особенно Досыбай көкем, мынау Төле биде ол кісі хатшы, әкем райисполком төрағасы. Оның алдында Сексенбай көкемді де мамам комсомол бала деп Адырбек Көлбаев екеуін айтушы. Все менің ағашым болып шықты. Төрлетіңіздер. Төбедей болып, үлкен алдымыздағы асқар таудай болып жүрер ағаларымызға қарап бой түзейік ағайын. Ал олай болса асымыз дайын екен. Бата төрге орғызып үлкендеріміздің алдынан тартайық. Бата қазақтың темір қазыға, рухани азыға. Алхамдулилlah abi. Amin. Niyetleriniz sağlık olsun ағайындар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة لكم من الشجر الأخضر نار أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع اللهم تقبل هذه الصدقة مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك ولا تضرب بها وجوهنا اللهم نورنا قلوبنا بالقرآن اللهم زينا أخلاقنا بالقرآن Allah'ın olası beyrimlerin beyrimdisi kudret güçlü Rabbim La ilahe illallah Muhammed Resulullah dep düneden iman getirip kalbe koyup ötken marhumalarına және де ойсыз сіргелі бабаларымыздың рухына Жұмағали ағамыздың ата-баба туған Гүлшат апамыздың рухына фи сәбілі бағыштадым жаратқан ием Алла өзі Құран нұрымен қабірлерін нұрландырып қабірлеріне өз мейіріміңді рахымыңды нұрыңды жаудырғайсың Алла тағала өткендерге өзіңнен мейірім тілейміз пайғамбарымыздың шапағатын нәсіп ет я Раббана Карим бүгінгі мына тұсау кесіліп жатқан сүбелі еңбекте Алла тағала өзің ағайын туысқандарға қайырлы болуын Алла тағала өзің нәсіп ет бұл елде Алла тағала өзіңнің хақ жолында Алла тағала біріктіріп бұл елде Алла тағала өзің сыртын даудан жаудан ішін даудан сақта егеменді еліміздің еңсесін иман исламда биік ет я Раббана Карим дұғалауыз ақсақалдарымыз көп болуын Алла тағала өзің нәсіп ет өскелең ұрпақтарымызды Алла тағала өзің жетеле өзіңнің хақ жолында Алла тағала бір болуды нәсіп ет ва саллаллаху тағала аля хайри халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин бирахматика я архамар рахим Аллаху Ас өткеннің аманаты сондықтан өткен ата-бабаларымыздың рухы шат болсын деп жасап жатқан бізге ел амал ағайындар алдарыңызға асырылып ел болып ұрыс қойдық десек тағы
хаттарды іздеймін, ауылы бүтін басаман, дәурені шіркін, ғасырдан ұзақ жасаған, абыздармай айналып төрдің сәніне, күректей болмен, білектей майда асаған, ақылын айтып, батасын беріп баршаға, шежіресімен тарихын тасқа қашаған деп арман берген бауырымыз жырлап өткендей. Жалпы мынау қай-қаймана қазақтың басы қосылған жерде ең алғаш сөз кезегі тиетұғын. Жалайыр тұрған кезде сөз бастамайды деген тәмсілді ниетке ала отырып осында. Көп жыл бойы Жалайыр оның Абыз ақсақалы рубасы болған осында Кеңбаев Рахымжан ақсақалы отырған. Рахымжан аға қайда? әдептің алдында ұзынғы тени төрде ағаларып отырып, жолаушы жолмен шардаспайды, ата жолымен баған жолда отырғандарға үлкен рахмет. Атамыз Жалайыр елімді еңіреп, елімді қан төккен, тер төккен, сол азаматының арқасында бір дуалауыз үлкен шал әте берген екен. Ұрының Жалайыр болсын, ұраның қалман болсын, төреден төтер, қарадан қарсы орын болсын деді. Біз осы жолмен жүрсек ағайын адаспаймыз, біз қазақпыз. Ал енді осы тағы қосылатын Доқтағасы деген атамыз бар ағайын. Әрине біреу білсе біреу білмейді, сондықтан айтып өтпейді, мен айтып өтейін. 1224 жылы Шыңғысхан 400 армиясымен барып, 1.200.000 қарасын шақты жеңіп келгенде, Ленин өткенде өзінің елінде бірінші құрылтай жиналысын өткізеді. Сол құрылтайда 4 баласына бүкіл жерін бөліп береді. Сонда өзінің бала жастан досы Жалайыр оқушымен Бөркінға үндемейді. Сонда екеу айтқан екен қанер қолбасшыларға қан төккен жанындармен ойлағандарға бәрін бағаладыңыз, біз қалдық қой дегенде, сен екеуіңе менің бұйрығым жетпейді, күшім жетпейді бұйрығымның. Сен екеуіңнен оқ жағып отырсам да жетпейме деген екен. Ертікті. Сонда Құқыршын Доқтағасы болғанда оның ағасы Орақты сен де тілейсің дейді, мен де тілеймін. Дегенде Құқыршын менің інім бүкіл Тұрғынбай басым Доқтағасы болса, мен оның ағасы болсам жетпейме? Онда Шыңғысхан екі сөйлемейді, берді деген екен. Сондықтан ағайын айтып өттеріңіздер бұны Раштайдың кітабынан алып отырмыз. Мысалы, мынау жаныста Ержан Исақұлов деген генерал бар. Сол Францияға барғанда Раштайдың кітабын сатып алып келді, соны менің інім Оразбай, Зарықбай деген переводтап 1918 жылы президентіміз Назарбаевтың тұсында кітапханасында тұсаукесер өтті. Ал енді содан алғанның танымға жағдай жақсы. Сонда не дейміз ағайын? Төртеу түгел болсын, орта көйге өсін, алла олғышының бақтасы істеген керек өсін. Ізбиге анамыздың атымен намыменен алтын қайшылы Ізбиге анамның ұрпағы болып жүргенімізге келе мақтанышпенен айтатын жайымыз бар. Қаншама қазақтың барсан өткіліктер, қиын-қыстау кезеңдердің қай-қайсында болса да, негізі қасиетті қазақ деген халықты осы аналардың ерлігінің арқасында аман қалғанын мен мақтанышпен айта аламын. Жалпы мына өзі қаншама ашаршылықтың кезінде де мынау үлкен Рахманқұл Бердібаев аталарымыздың айтқан әңгімелерінде қыз баласын көк бөрілердің ортауына талауына тастап ұрпағымыз жалғасын тапсын деп мен аман қалыпты деп өзінің жылап отырып айтқан әңгімесі де көз алдымызда. Ал олай болса, осы бір ел болса, есігімізде түсер, елге деген әйелер кейінгі жасқа үлгі боламы, мынау осы қазақ деген халықтың басын біріктіруге үлкен серік болсын деген тілегімізді ары қарай жалғап осында 12-ата Сергелдің аға биі тайпасының осында отырған Әбдіқадыр аға келесі сөзді өзіңізге сұхбатты жөн көріп отырған жайыңыз бар. Қадірлі ағайын, мынау бүгін енді жаңа залда үлкен енді мәні терең
басында кездесіп жатырмыз. Біріншіден енді ең бірінші жиын болып жатыр. Оның өзі енді қайшылы бабамыздың енді рухына арналып, бүгін енді Құран оқылып жатыр. Шежіренің презентациясы болып жатыр. Оның өзі енді рухани жағынан да мән терең мәселе. Бүгін енді сөз аз болған жоқ ағайындар. Көп нәрсені айттық, әсіресе мынау зиялы қауым біздің енді мінекей ғалымдар келіп енді жалпы Сіргелдің орнын, оның ішінде Қайшылының орнын терең зерттеп, қалай баяндаманы өшірді бүгін зерттеп жатырмыз. Менің айтайын деген бір ауыз сөз. Мынау тегін білім деген сөз ол мінекей үшке бөліну емес, атасын тану деген ол құруға бөліну емес. Сондықтан енді мына жерде енді 65 жылы Мақсат профессор, ғылым докторы дұрыс айтып жатыр. Елде әртүрлі әңгімелер бар осы. Рудың өзін біз қайталап бөлек зерттеп осы бөлініп кетеді ме біздер деген пікірлер де бар деп. Мен ойлаймын, осының пікірі де дұрыс, мен де сол пікірге қосыламын. Руды зерттеу деген сөз ол қазақтың бөлінуі емес, қазақтың бір-бірін зерттеп оның біреуінің өзі үшін енді басы деп ойлау керек. Сондықтан біз терең жағына қарайық, ынтымағымыз ажырамасын, мінекей жаңа шежіре елдің игілігіне тағы да біраз жылға дейін Құдай қаласа ұрпақтар қосылғанша тағы да жаңалар берсін деп сөйлеймін. Мынау тарихтағы кейбір мәселелердің мінекей жөніне келтіретін, сынғалатын жерлер болса, ол да бара-бара жөнделіп кетеді. Сіздерге көп рахмет, бүгінгі ел қабыл болсын. Сахна төрінде жас білек кезінде қыз бұралып шыққан ақмаралдай апамыз жеткізіп жатса, дәл осы тұста осы Өлеңата Сіргелдің бас қосқан үлкен жиынында бір арнауды арнасам деп келіп отырған жай бар. Әуел Алла сөз басы армысыздар. Тарихын білген елге талған мекен. 12 ата Сіргелі бас қосып да Ойсылдың 30 өлең болған екен. Әбдіқадыр Кәрім аға көш бастаған, тізгінді өз қолына алған екен. Шежірден заман озбас, озса тозбас деген сөз нақыл болып қалған екен. Жаудан беті қайтпаған бабаларым қара төгіл ханның қызын алған екен. Шам болып 12 ата шаңырақтың жұлдызы бүгін қайта жанған екен. Бәйтерегі тарихтың құламайтын, сақтан жетіп қайшылыға қонған екен адайдың. Түбі түрік тарихы тұран болған, ата-баба мұрасы жыран болған. Жәнібек қан тұсында Сырымбеттай бабамызға үзбей қана сыңар болған. Сауқым сопы ұрпағына алтын қайшы, ұсталық қасиеті тұмар болған. Алталашқа танымал тұлғалар бар. Жамалов өнер ата Азияның биігінде ізі қалған шынар болған. Қазақтан шыңға шыққан тұңғыш генералы Юсупов Сағымбектен қыран болған. Баймұхамбетов Иса ата майдан кешіп, Германияны жеңген үшін медаль алған. Қажы Әкбар Сәлімов Қазығұрттың кемесіндей ғылымнан сыр аңғарған.
ел басқарған еңбегі ұран болған. Кеңестің күйіп тұрған заманында қойынында қасиетті Құран болған. 4 ұл 2 қызды өсіріп тәрбиелеп, жұмақ қызы Гүлшат анасыңар болған. Алла қолдап 6 перзент әкеңбегін, алдағышқа танытып ай шығардан алалайды. Құс болып көтерілсе сөзім жерден, ақиқатты айтайын өзім білген. Қайырғали аға жігіт төреседі, жан болмайды сөйлесе сөзін бөлген. Орынбай Сексенбайдай аталар бар, Дәулетбек атамыздың көзін көрген. Досыбай көке кітап тұсауын кесіп берді, бісміллә деп бастайтын сөзін бірден. Құлбай қажы ата құда жолыменен, батаңыз қабыл болсын өзін берген. Жұмағали ағаның жөні бөлік, әкенің өсиетін сезіндірген. Ерғали аға елдің мақтанышы, сізге тәңір тез темірдей төзім берген. Нұрғали ағамызғай абыроймен генерал Юсуповтың жолын берген алалайды. Өлең құдірет шырпысыз лаулайтұғын, біз шеберміз тілменен баулайтұғын. Шежіреші Сәдібеков зайыр жазған, еңбегіне алғыс көп арнайтұғын. Қазыбек Тәжиевтей Тарлан аға, кітаптың бар жағдайын қамдайтұғын. Аудан соғыс ардагері бұл ағамыз, нардың жүгін арқалап аумайтұғын. Сайлаукүл апамыздың сіңлілері әрдайым салап тісті таңдайтұғын. Тамара Дүйсенова біздің елден қазақтың болашағын қандайтұғын. Дәулетбек қызы Гүлжан басшыға алым, 12 ата сіргелеге адалдықтың жолынан таймайтұғын. 12 ата сіргелеге ырыс қонған еншісін ешкім тартып алмайтұғын. Дәулетбек ата ұрпағы аман болсын, батамен бұрынғы жол жалғайтұғын. Осындай жақсы жайсам тұрған кезде қанатын талмас қазақ самғайтұғын. Ынтымақ ырысының көз түймесін, басыңа бақ боп мәңгі орнайтұғын алалайды. Ай жаса, бәрекелді Мадал ханым. Жақсылықтар қашанда керек екен, жамандықтан сақтасын ала бөтін, жанға шиба береді тамаша жыр, дәстүрлі ән, әрқашан орны бөлек екен деп. Ақмарал ханымға жақсы бір қошемет ұрып қойыңыздар шығарайындар. Ғалым ағамыздың өзі ризашылығын кеп білдіріп жатыр ғой. Тединстің тілектері үшеумізде деп қойыңдар. Ал енді қадірлі ағайын, мынау енді мынаны алып қойсыңдар болады, тұрсын бай. Қызу қимылды заманда біреудің қымбат уақытына қиянат жасаудың өзі мәдениетсіздік екендігін бұрынғы бабаларымыз әдемі жақсы жеткізіп жетсе, ал енді жаңағыдай дүниеменен сақалынан айналдым қарт бабалар, ұрпағыңа не айтасың артта қалар, о тірі шешілерлер қалдырыңдар қанекей, нелерің бар салтқа жарар деген әңгімеменен жаңа Орынбай сақалымыздың өзі тілге тиек еткен алтын қайшылы Әзбике анамыздың үлкен ерлігі, мынау біздің жаңағы Сәдібек ағамыздың марқұм
үлкен өлеңмен өріліп, Бақытжан Ишанқұлов ағамыз әуенін жазған, осында Алтын Қайшылы Ізбике ана жайындағы бір ән бар. Осыны бір жеңгеміз екеуміз орындап берсек, біле жүрсеңіздер деген ниетіміз бар. Қайшының азаматы Өмірзақ қызы Нұргүл Қайшының келді. Ізбике анамыздың жолын жалғаушы. Жалпы Қайшылы руының ру басы осында Жұмағали ағамыздан да бір ауыз тілек сөз сұрасақ. Қадірменді ағайын, баршаңызға басын дейіп, рахметімізді айтқым келіп отыр. Тек асты әулет бері болса да мынау ортақ іс болды. Сауын кесті кітабымыздың ұзағынан сүйіндірсін. Біздің осыдан 5 жыл бұрын 12 Сергелінің үлкендерінің алдына барып ата сұранғанбыз. Сонда жоспарымызда 3 кітап болатын тұғын. Бірінші Зайып Садибековтің «Шежіре шеңбері» деген кітабын қайта жаңғыртып шығарсақ деген. Одан кейін Сергелі Қайшылы руының тарихы мен шежіресі. Үшінші кітап Сергелі тарихы деген. Енді біреуден қолдау болды, біреуден болмады, әйтеуір, бірақ біз жұмысты бастап жүрек, өзімізден бастадық, шын айтсам. Сөйтіп, мұны қолымызға тиіп отыр, қалың елге тараттым деп айтып отырмын. Ең бірінші Алматыда осы мешіт құрылысына себепкер болып, сол жылғада 2003 жылы шешім қабылдап келген Оразбеденович Туаевқа Алматыға беріп жүрдім. Алматыда Сергелінің биі бар. Ол кісі Алматыдағы Қайшылықты Сергелілердің ол кісі Бекманов Абдуғали деген сол кісілерге бердім. Содан кейін оңтүстік өңірге танымал тарихшы, үлкен қызметтер істеген, кітап жазған Жабай Тоқсабаев ұрпағы сол кісіге Төлебаев, Еркебай көкіне беріп жүрдім. Қазір баласы келіп отыр, өзіне де бердім. Ол кісі бағасын берсінші, болатын болса, кемшіліктер болатын болса, толықтырып берсін деп, сол ниетпен жібердім. Енді бүгінгі түрде отырған бұның ғалым, біреу аға, біреу құрдас, біреу інім, өте кісілерге үлкен рахметімді айтамын. Сергелдің тарихын
енді былайша біз білетін Ташкент жақсы біледі. Оны енді Сергейлік кітабына, тарихына қалдырғанымыз ешті деп ойлап отырмын. Мүмкін аға билеріміз Сергейлінің Анарбек Орман мен Абдықадыр Карин көкеміздің алдына барып, сол кісілерге тапсырдым. Бұл мешітке бергенім деп тағы имамға бердім. Енді бүгін ағайындар бәрі 600-ден астам кітап алды. Бұл тарихты жазған, бір жағынан санақ ретінде өткізейін дедім. Бір жағынан туыс аталарын білмейтіндер білсін деп санасам, енді шамасымен 8.000-ға жуық отбасы бар екен. Сол біздің кішкентай болса да жетістігіміз. 160.000 Сергейдің ішінде қайшылығында бір кішкентай үлесі бар деп. Бұл енді насколько корректно енді білмеймін. Құдай қаласа, енді кітапта 2030 жылға деп жоспарлап қойдым. Оның редакция алқасының төрағасы мүшесі Седал деген ініміз отыр. Осы кісіге тапсырдық. Өзі тұрып, жаңағы редакциялегені мынау кітапта кеткен кемшіліктер болатын болса, соның бәрін толықтырып, кейбір есімдер қалып кетті. Енді біз онша біле бермейміз ғой. Мұны айтып өтпеңіздер. Мен қалада өскен, орысша тәрбиеленген, былайша айтқанда, сол кезде мына көкелеріміз төрде отырған орысша оқымасаң, ол мектеп нағасына 20 жыл орысша оқыпты. Поэтому кемшілік болады. Оның бәрі орташылығын біз көтере білуіміз керек. Бірақ кейбірінде қан қайнап кетеді. Жүзінің қаны бар ғой. Айтып өтіңіздер, чаттарда, басқа жерлерде әңгіме болып жатыр. Кейбіреулер кітапты оқымаған, бізге айыпталады. Соны кітап алдарыңызда ағалым дегендеріңіз, оны енді қайшылықтарға айтып отырмын. Сатып алсаңыздар, оны осындай бар. Бірақ оқу керек, тарихпен танысу керек. Сол енді мен жаңағы айттым, осы жерде отырған құдаларым бар. Ол кісілерге сол құдаларды Гүлжанның құдасы төрде отыр. Бағана айтып кетті, менің өзім атам 90-да ол Сергейлі. Оны сізге бердім деген сөзін кітапты бердім. Төлебидің 70 ұрпағы осы жерде ортамызда отыр. Өмірге мына Демиров, Қарашаев барлық біріншісі болып отыр. Сол кісілерге бердім. Жаңағы айттым ғой, қожалардан Дархан көкеме бердім. Көке Байдыбектен шыққанбыз. Байдыбекте өзі осы Байшықтың байыры шалдар еді ол кезде соның президентіне болған кісілерге енді мына жақта 12 адамның бәрі алды. Алқан мүшелері бәрі алды. Енді ағайын болып, осы жерде тек қана Сергейлік екен емес, біздің жалғыз бір құрдасым айтты, бұл қайшылығын ел тарихында қалдырған, ел тарихында дамуына қосқан үлесін белгілі кітап болды деп. Оның рахмет сіздерге онда баға бергендеріңіз. Поэтому мынау осы жерде ысты елінен 30 батыр бауырымыз отыр. Жаңа көрген бөлігі асқа кетті. Жамалбек сол желігіміз. Шаншылдан Рахманбекиев, Ермахан деген адамы. Сол сөйтіп әйтеуір кітапты таратып, елге таныстырып жатқан жағдайымыз бар. Мынау кеше ғана осыдан бір апта бұрын Тұтанбалының атасының тұсаукесері кітабының шежіресін тұсаукесері болып біз қатыстық. Осы жерде отырған Нармахан Ерғалиев көкем қасында отырған одан бөлек бізде ағайындар Жамбылға бар. Негізі 18
жауыздан келген ақсақалдар сол кісілерді басқарып алып келіп отырған Шамсат Исабеков деген ағамыз. Ол кісілерге бөлек 5 кітап беріп жүреді. Сөйтіп әйтеуір екі жетеді ғой деген бір ем бар да, үмітім бар. Жаңағы Қасымбай Нұрлыбаев айтып отыр. Электронный вариант болса тіпті дұрыс болатын еді. Поэтому оны да ойланамыз, не алатын болса береміз. Мен өзім депутат болдым облыстан. Өзі маған жәрдем беріп, кішкене қолға жасаған, ол түрде отырған, 90-ға жақындап қалған ағам отыр. Қасымда Әділбеков, полковник, сол Тұран ауданының ақсақалдар кеңесінің төрағасы. Енді бәрін айта беруге мүмкіншілік жоқ. Бірақ уақыттарыңызды алдым. Баршаңызға рахмет деп айтамын. Осындай қуанышқа жете алмаған болса, бетіңіздер, бізбен де асып түсіңіздер. Мынау ерекше Абдықадыр көкеме рахметімізді айтамын. Алдыңғы күні 18-інің осы жерге кеше осы залдың тұсаукесері болды. Біз бірінші келіп, маған жаңа айтып, сен астықтырмасаң қашан ашылатын. Осы ақылдасып ойдан ортадан шыққан дүние халықтың игілігіне жарасын деп тілеймін. Енді тірі байына түгелі риза болмайды деп айтады. Мына бағана тұсаукескенде осылай көрген айтып кетті. Мен де айтқан сөзім бар еді, әукеңмен бірге істесе едім деп. Мен бұл кісіге бата сұрайын деп жатырмын. Бата беретін деген Құран оқысам. Енді мен кешірім сұрайын, біз сондай халықпыз өзімізді. Әйел азаматтарын мұнша тәрбиелейміз. Өткендерде мен 60 жылдығында сайлаудың әкеме сөз бермей қаттым. Осы уақытқа дейін есіме түсіп, денем түршігіп өтірді болды. Сайлаудың апамды шақырып әкем ғой, осы көрдегі дастарханда жағасында Есеккүл жаңағы Армахан көкенің қызы Ақмарал отыр. Ақмаралға үлкен рахмет, қарындасымды келіп арнап айтып, уақытым өтіп келгеннің өзі бір ғана еді. Мен жасым үлкен, мен жасым кіші демеңіздер. Мен Досыбай Шерімқұлов көкемнен бата сұрайын, мынау асты қайырып Құранның алдында. Әумин. Bismillahirrahmanirrahim. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастайын. Барлық мақтау мен мадақ тек Аллаһтан. Ал адамзаттың ардақ тұлғасы, мұсылмандардың көзінің нұры, табиғаттың гүлзары, екі дүниенің асыл тажы, соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламға Алланың сәлемі мен игілігі болсын. Осының қабатында қол жайып барлық тілекке қатысып отырған баршаларыңыз, осы бүгінгі Қайшылы бабамыздың ұрпақтары, соны қадір тұтатын, қасиетін білетін, ата сыйлаған қауым ұрпақтарының осындай іс-шара жасап, ата бабамыздың салт дәстүрімен ата бабаға аруағына арнап арнайы іс-шара жасап, кітап шығарып, кейінгі жастарымызға үлгі болсын деп көрсетіп жатқан өнегелі істеріне Алла қабыл етсін, қолдап. Мына бүгін біз соған куә болып отырып, ұрпақтарына, отбасыларына амандық дендеріне саулық тілейміз. Жасап жатқан қызметтеріңіз Алладан қайтсын. Оның ішінде мен өзім былай білетін, мына Дәулетбек марқұмды біліспепті, Созақ ауданында екінші хатшы райкомы болып қызмет істеп еді. Бізді тәрбиелеп, біздің осындай жағдайға жетуімізге ол кісінің үлесі болған азамат. Сондықтан да бүгін Жұмағали мынаны бастап, сол кісінің әруағын мына бізге тағы көл тірліктері есімізге түсіріп жатыр. Сондықтан арнайы айтамын,
осындай үлкен қасиетті азамат, үлкен мәдениетті, оқыған, білімді, пайымды азамат. Сол кісінің тәрбиесін алып айттық қой, біздер осындай жағдайға жеттік. Біз қатар жұмыс жасап, қызметке араласқандар, сол кісідей болсақ деп кезінде армандап, көпшілігі жақсы жағдайда болды. Сондықтан Дәукеңнің жатқан жері жайлы, топырақ торқа болып, жайы жәннатта шалқысын айдай. Бүкіл қайсының ұрпақтарына Алла өмір берсін, өсіп-өніп, өркениетті елдің ең алған қатарының шаңырақ егелері бола беруіне тілектеспін. Ниетіміз Алла қабыл, мұратымыз асыл, иманымызды қаны жетсін. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا ربنا كريم ومجرد شرط الله оқылған қасиетті Құран кәрім аяттардан хасыл болған сауапты ла иляха иллаллах Мұхаммад Расулуллах деп дүниеден өткен момын мұсылмандардың қатарында бүгінгі дастархан иесі Жұмағали ағамыз өтіп кеткен ата-баба туған туысқан марқұмдары Білісбекұлы Дәулетбек, Жұмақ қызы Гүлшат әжеміз, Дәулетбекұлы Қайырғали ағамыз фи сәбілі бағыштады. Я Алла Тағала және де дәм еткен марқұмаларымызға фи сәбілі бағыштады. Алла Тағала өзі Құран-ның қабірлерін ұрландыр. Я Алла Тағала мына ізгі амалдың сауабымен ризықтандыр. Таразыларына ауыр есеп қисаптарын жеңілдетіп, мына ғалиде жасаған жақсы амалдарын сауап істерін алдынан келтіріп, имандарын жолдас ет, я Раббана Карим, қабірлерін тыныштық мекендеріне, жәннат бақшаларына ет. Қалғандарға я Алла ауызбіршілік ынтымақ бер. Мына бүгінгі мына қайшылы ағайындарымыздың жазылған шежірелеріне Алла Тағала өзі қайырлы болуын нәсіп ет. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.